Assalamu alaikum dostlar. Жақсыбаеваның жақсы концертіне қош келіпсіздер. Рахмет. Рахмет. Енді міне Құдайға мың қатты шүкір 2021 жыл концерттер басталып жатыр. Енді 2020-да көріспедік. Себеп белгілі hammaga карантин, коронавирус. Сондай бір маңлай қара вирус екен да. Дамыстың артында 3 адам тығылып отырса жұқпайды, бірақ шофердің қасында отырса жұғады. Mesela koronavirüstün bir жақсы tərəfləri болды. Енді айтады, жаман tərəfi көп, бірақ жақсы tərəfləri балаларымыздың оқыту ансат емес екенін білдік. Мұғалімдердің жағдайын түсініп бастадық. Денсаулық врачтарға емес, өздерімізге керек екенін түсіндік. Одан кейін карантиннің уақытында қайсы қосқышының үйінде қандай мебель бар екенін біліп алдық. Еще қайсы живой ете алатынын білдік деп қойды. Енді негізі медицина қазір сондай рауажланып кетті рас. Кеше сездік ол. Медицина сондай рауажланып кетті, өзі кетіп қалды, рауажланды. Біздер ісіне жете алмаймыз. Расынан біздер медицинаға сондай ітібар қарататын қалыппыз. Любой үйге кірген жерде санитарный книжка сырт тұрады. Алай, бетлері қайрып қалған балы ғой. Сарғайып кеткен, не? Шыбылам тапы сол санитарный книжканың үстіне барып қона қояды. Енді біздерде аурудың екі түрі бар. Еш тағылмайды деген түрі. Еш тағылмайды тәуір болып кетсен деген. Екіншісі пайдасы жоқ деген түрі. Өтесіп кеткен. Енді больницада жатудың өз үлкен бір искусство да бұл. Больницада 3 түрдегі адамдар жатады. Бірінші ем алуға, екінші дем алуға жатқандар, үшінші өкпелеп жатқандар. Енді ем алуға жатқандар құлап қалып, мұрнынан қан кетіп барып түседі, олар ем алуға барғандар, дем алуға баратылар білмейді, бұлар бастықтар. Проверки жақылады дегеннен больничный аштырады да, істен соң ғайратшы өзін көріп келеді. Бақ, олар бас дейді олар. Себеппен дем алады ғой енді. Одан кейін өкпелеп жатқанлар деген бар. Өкпелеп жатқанлар кімдер? Бұлар жұмыссызлар. Қазір жұмыстағы адам ауыратын заман емес қазір. Кредит кім төлейді? Дұрыс па, ауыратын уақыт жоқ қазір. Жұмыссызлар пенсияға шыққаннан кейін іш пісіп бастайды ғой. Коллективан бұрынғыдай шақыра бермейді. Тойға барса беташарда ат шықпай қалады. Өкпелеп бастайды да бір. Это бар керек та, внимание керек. Сөйтіп не қалады? Ойлап, оқ дейді, МРТ-ға түсіп көрсем қалай болады дейді. Айтамам, болғаны МРТ-ға түстің ба, сенен бір 5-6 жерден ауыл тауып береді. Кеше коронавирустың уақытында бір өтеді. Гуманым бар, мен тест тапсырдым. Мен тапсырма тест. Тест тапсырсаң аз, университетке тест тапсырғандай, тапсырған кіріп тұрсаң аз бар. Білмеймін, университетте біздер оқыватқанда 4 мың адам еді, қазір 14 мың адам екен, оның бәрін ертең қашан яқшы өз алдына тема. Енді больницада ізінен баратын болсақ, біздердің милли ауқатымыз бар. Больницаға пісіретін милли ауқат бұл пельмен. Неге пельмен? Санитарлар жақсы көре ме? Пельмен апаратын болсаңыз, сіздерге бір лайфхак дейді ғой, азыр мындай не өткізіп берейін, уқтай, қандай рауажланған свет. Былай кетсем, былай кете берді. Пельмен аласаң, экстренный больницаға кіретін болсаң, өзіңді бір бастықтай бір сезіп көрін керек та, бір опытный адамдар олар. Егер содан ақ көкірегің шығып, ассаламу алейкум, мен ішкен, құдан бір тамам, бақила сатып ал дейді. Сол үшін аға опытный болып кеткен, пельменді алады, аз-аз меміне кіріп шығама аз мені, күнде кіріп жұмыс қойды. Ой, ешкімде кірген жерде ақ көкірек отырады негіз бар ғой. Вот, үшінші тазда барады. Жаңа жолмен басқан ана дейді. Не білсен? Текет жасамақтан не? Бақырып, мен айтым, сен текет жасапсаң, комадағылар ойынып кетер әзір. Вот, өкпелеп жататылар болады. Әрбір ағайындардың компаниясында бір өкпелекіш біреу болады, е? Әйтеуір, дүнияның тәжірибесі соның басында, сол-ақ ауырғыш, соның-ақ күйеу баласын ішіп кеп қызын ұра береді, соның-ақ келіні баласын дуалап тастай береді. Негізі сондай ақыр заман адамның ізінен кемін сұрап барсаң бар ғой деп отырып, қосылып ауырып қалсаң жаңағы. Бір курс лечение алып жүрмесең тәуір болсаң. Рас тұр ақыр заман. Одан кейін үйден кемпір апалар больницада жатса, вот, мысалы, үйде ауқат пісіру шарт емес.
2 литр ауқат апарасың да 4 литр алып қайтасың. Ya ауысмады, құр сәндер беріп жатса, ауысмады бәрін, банан, мандарин, бәрін қайтып беріп жібереді. Содан кейін ауырады анау бар ғой. Жемейді ана витаминдерді бар ғой. Сондай. Одан кейін ауырған адамның ізінен тез-тезден бару керек, кеуін сұрап бару керек, тез-тезден ауқат пісіріп, тез-тезден хабар алу керек. Себебі палатада кімнің ағайыны көп деген конкурс болады. Рас. Кімнің ағайыны көп болса, сол ұтады да сөйтіп тәуір болып кетеді да. Қасындағылардан деп шығып кетеді да. Енді ұлым айтқанда, енді бұл больница мәселесі. Одан кейін аптекаларымыз қандай әжейіп рауыжлана. Біздің халық қазір мен ойлаймын, көшеге шығып, просто анализ қылсаң бар ғой, көш көп жейміз ба, дәрі көп жейміз ба деп ойлап қаламын да. Шеңгек санап көр, өкістегі бәрін қосқанда бір 500 шеңгек шықпайтын шығар көзсіздер. Бірақ аптека әр көшенің басында бар. Шеңгекке кіріп көр, жағдайы қандай аптека кіріп көр. Опен, жаны өшіп тұрады, ашып көрсең шыңғыр еді, феншуйдің шыңғырлаушылары болады, іштері жаны өсіп, елка байрам болса, елка байрам, әр байрамға арналған плакаттар тұрады. Вот ақша қақта екен белгілі. Вот аптекада. Енді аптекаға бараман деген жаңа экстренда врачтады ғой. Анаға барып жүремін, анаға угловойдағы ана аптекке бар, Гүлжер апа жібер деп айтсаң болады өзі. Вот сете бойымызда. Больницадан аптекке бараман дегенше бір аумаң шығып бараттан ондай кинолар болады ғой, разведчиклер туралы. Өз білмейді не апаратқан шифр болады ғой, кодланған. Сондай бір білмейміз, түсінбейміз ана жазу бар ғой, соны апаратпыз да ішімізден сен Аллаға арзандау бола қойбай деп. Түсінбесең де қайтып оқысам түсінбесең оны. Сөйтіп барсам, ана аптекада қыз түсінеді ғой, сразу бар ғой. Мен ойлаймын, ол бір фармацевт емес, ол бухгалтер шығар. Қарап тұр, 240-500 сом болды. Яға, рас па деп, көр ғана түсің. Аз қайттан көрейін, сол 240-500 сом. Сол. Ал жаспайды да олар ғой. Не деген кейін ойлап қалсаң, растанамда, оғалай оқып атыр депті. Кейін, бақаларын естіп, бір майдан ауыр боласаң, бір давлениесі түсіп кеткен ғой. Сөйтіп аптекке даралайын деп барса, бақасын естіп, давлениесі көтеріліп, орнына нормаға келген дейді. Вот қандай. Құласы бір гаппен айтқанда, пұлың болмаса аурудың керегі жоқ, короче. Гап пұлда емес деп айтамыз, құдайлығы гап пұлда. Рас. Гап пұлда. Енді пұлың болса тәуірлеу врачқа емленсең, пұл басқарады адамды. Біздер андай закрытый базардағы сырты сеткі андай Қытайдан келген алмаларға қарап бұрламыз ба, ямаса өрнек базарға қарап бұрламыз ба, ол қалтамызда пұлымыз басқарады да біздер, дұрыс қой. Бір туған күнің болса, жораларыңды ертіп, андай қымбат ресторанға ма, ямаса арзан кафе, я үйге қарап жүреміз бе. Вот пұл басқарып тұтты. Демек, әмме пұл табу үшін жүрді. Мысалы, дамаслар неге бір-бірінен озып жүрді пұл үшін? Неге мұғалімдер сабаққа таласады? Мен көбілеу халықтың балаларын оқытуды қалаймын демейді ғой. Өзім мұғалімдерге айтып көрді, сөйтіп отыр. Бастан пұл басқарады да, әмесі, сол, мысалы, неге гүл деп, гүллеп деп қойды ғой, бұлан пұлмен келген шығар демен, мен бір Зюардың концертіне бір гүллерді қойсам, бір халықтың кеуілі көтерсем, ол пұл, реально пұлға бәрі. Сол үшін, әме пұл тау үшін жүрді, пұл туралы айтып берейін. Пұл негізі жақсы ма, жаман ба деп, пұл жаман болып кетеді адам деді ғой, негізі пұл жоқ болса жаман болып кетеді адам, негізі. Растанамда. Енді бай болып жасаған жақсы ма, жар болып жасаған? Негізі бай болып жасаған қиын. Жар болу ең аңсаты. Үйде жатасаң, болды сен жарылсаң. Телефон шықлап, диванда жатасаң, сен жарылсаң. Бай үшін бұзат істеуің керек, театрға баруың керек, жұмыс істеуің, бизнес істеуің керек, және басқа. Бай болу қиын ғой енді. Жар болған аңсатта үйде жатасаң. Мысалы, байып кеттің ал, Құдай сақлағай, байып кеттің ал, Малибуың бар, не қылсаң енді? Мойкаға жүгіруің керек, пұл ма? Малибу бар адам өз жұмайды үйінің алдында. Газ ұят болады, газ орнатқан. Беземен жүруің керек, оқуың керек, кейін дүгбама, қырбама айдауың керек. Проблема ғой бәрі. Пұлың жоқ,
нормально ғой, проблемасы жоқ деп тоқтаттым, 1000 соммен базарға барып қалдым. Заправкаға тұрмайсаң, мойкаға бармайсаң, ол проблема жоқ. Нормально бәрі. Мысалы, пұлың көп, байып кеттің, Құдай сақтағай бір папа мамаңды хажға зияратқа баратсың да, ой, сен паспорт, загранпаспорт алуың керек, проблема ма? Аэропортқа барып билет алуың керек, аэропортта деп тұрасаң, тексереді дейді ғой, мен барып көрмеймін. Сондай проблемасы көп та, сен сом өтпейді, долларға алмастық, банкке барып, олар сен қаралпақшаң, борышаң өтпейді, уақытта английше үйренің керек. Тұрысы проблема да, папа маманы апарып келуің керек хажға. Проблема ғой, не қыласың байып? Пұл жоқ, кемпірғаны садаға жіберіп алсаң. Вот проблема. Ал пұлың көбейіп кетті. Қайсы костюмын киіп шығасың сахнаға? 15 костюмым бар да, басын қатып қалды. Ананы кешегіде киіп едім, сауғыда киіп едім. А пұлың жоқ, мен ұқсап, қадым-қадымда жерде смайлик бар костюмнен басқа костюм жоқ. Вот проблема жоқ. Сол үшін айтайын деген, қиын болса да, ләйім пұл таудың жолында, байудың жолында күтті қиналған шеп болмайды. Дыққатлан шырақмет, шабыла қошемет